Сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Бүгін сізбен біз WhatsApp'та қалай стикер создать етуді үйренетін боламыз. Жалпы ол үшін Play Market'тен немесе App Store'дан создать стикер для WhatsApp деген программаны басып аламыз. Басқаннан кейін барып открыть батырмасын басамыз. Открыть батырмасын басқан кезде тура осындай шығады сіздерде. Сол кезде тек қана бір ғана плюс батырма шығады. Сол плюс батырманы басамыз да разрешение береміз. Мен разрешение беріп қойғам, сондықтан да сіздер разрешение сұрайды. Разрешение беріңіздер міндетті түрде. Сосын мынау плюс батырма тұрады. Сол жақта ең кіші жерінде. Сіздерге көрсетіп тұрады ол кезде. Плюс батырманы басамыз да осы жерден бір фото аламыз. Мысалы мен 8-ші наурыздың фотосын алайын. 8-ші наурыздың фотосын аламын да өзіме керекті жерін кесіп аламын. Сосын обрезать батырмасын басамын. Басылды. Сосын далее батырмасын басамын. Далее батырмасын басқаннан кейін барып, мен мына жақтан өзім мынаның біреуін таңдаймын енді. Мынаның барлығыда өшіру. Мынаны бассаңыз. Осылай өшіріп тастайды. Мінекей, өшіре аламыз. Мынаны бассаңыз да өшіре аламыз осылай. Мынау не үшін? Бұл, мысалы, көкті бастыңыз ба, көктің жан-жағын өшіреді. Көрдіңіз бе? Мынау нетін еді? Қызыл тұр ғой, қызыл нүкте. Қызыл нүкте тиген жердің жан-жағын өшіреді. Ал мынау болатын болса, полный өшіреді міне. Көрдіңіздер ме? Полный өшіреді. Ал мынау бар, ол ішінде фоны бірдей, мысалы, біз қазір көкті басайық, қараңыз. Көрдіңіз бе? Көкте біртіндеп кетіп жатыр. Ол деген сөз не? Бұл деген сөз уже мына түстеріне қарап жоя бастайды. Түстеріне қарап. Түсінікті ме? Ал енді мынау болатын болса, бұл енді жақындату. Мынаны бассақ, енді бұл ақты қараға айналды жіберді. Бұның принципі көзге жақсы көрінеді, жақсы көрінбейді сондықтан. Егер бұны қайттан өзіңізге қайтарыңыз келетін болса, мына батырманы басып, қайттан өзіне қайтара аласыздар. Мінекей, бір шама қайтты. Енді біз тек қана мына жағын кесіп тастай салайық. Мінекей, мынау апаны алғым келеді, мысалы. Соны біртіндеп кесеміз. Біртіндеп кемейтіндей. Қаласаңыздан кішірейтіп тастасаңыз да болады. Кішірейтіп, мынаны жақындатып, қайттан басып, мәселе көбейтіп, осылай фотомонтаж жасайсыздар. Осылай істейсіздер. Ой. Басасыздар да. Осыны бұлай біртіндеп істейсіздер. Осын бұлай істейсіздер де, сосын барып, бұл стикер дайын болады. Жалпынан өздеріңіз бұлай. Енді өздеріңізге көресіздер. Қаншалықты шыдамдықтарыңыз жетеді, соншалықты әдемі болады стикер. Көрдіңіздер ме? Егер қайтарғаныңыз келетін болса, қайттан міне көкті басып, қайттан қайтаруға болады. Қызылды басып өшіреміз, көкті басып қайтарамыз. Түсінікті ғой да? Далее батырмасын басамыз сосын. Мынау көк принципі керек емес. Готов батырмасын басамыз. Түсінікті. Енді мынау апа ғана қалды. Енді бұған біз текст жазуымыз керек. Текст батырмасын басып, текст жаза аламыз. Мысалы, не дейміз? Мысалы, біз бұған былай жазайық. Наурыз құтты болсын.
да. Мінекей, наурыз құтты болсын деп жазылды. Енді бұны кішірейтем десең кішірейте аласыз, үлкейтем десең үлкейте аласыз. Принципі осы әдемі тұрды жаңағыда. Мінекей. Енді стикер қоямыз. Стикер батырмасын басып, мына жақтан наурыз құтты болсын, мына жақта тұрсын. Мінекей, дәлел батырмасын басамыз. Енді бұған имя береміз. Наурыз. Ок батырмасын басып, добавить в WhatsApp деген бар. Соны басамыз да разрешение береміз. Добавить. Открыть WhatsApp. Только сейчас. Бұл WhatsApp'қа емес, бизнес WhatsApp'та да бола береді. Бұл принцип. Бизнес WhatsApp'та асамыз да. Кез келген жерге барып, WhatsApp'ты басып, сосын баса саламыз. Міне, наурыз құтты болсын жіберді. Осымен тәмам сабақ.